Сегодня 21 апреля 2025 год, и вновь я нахожусь на территории полевого лагеря. Сегодня, кстати, день образования сухопутных войск Республики Казахстан. 21 апреля 1993 года был подписан приказ о создании сухопутных войск. Сейчас будет награждение лучших из лучших участников репетиции парада. О, воинские звания будете вручать? Да вы что? Звания. Там на КПП стоит Награды. Начинается церемония награждения военнослужащих, приуроченная. Армысыздар ма, айбынды жауынгерлер? Бүгін 21 сәуір осы мереке қарсаңында құрамы, қару-жарағы және операциялар жүргізу тәсілі жағынан Қазақстан Республикасы қарулы күштердің ең көп тараған және көп құрлы түрі құрлық әскерлерінің құрылу күнін атап өтеді. Қорғаныс министрінің орынбасары мырза, майор Шенеев мадақтама алуға келіп тұр. Қазақстан Республикасына қызмет етеді. Аға лейтенант әскери атағын мерзімінен бұрын берілсін. 3217 әскери бөлімінің рота командирі лейтенант Айбек Бекбосыновқа. Қорғаныс министрінің орынбасары мырза, лейтенант Шенеевтің мадақтауға келіп тұр. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Сержант Ақыл Тоқтарбеков. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Грамотамен марапатталсын 31775 әскери бөлімінің батальон командирі майор Дәулет Қаракесеков.